Сәлем Стамбулдан. Бүгін саламатсыздар видеолерімнен 40 күні ма? Шатасам күндерде жерге жазып кетем. Бүгін мен қазір кешке түсіріп жатырмын. Күндіз түсіруге қолым тимеді. Бүгінгі таңертең жеген астарым бәрін қазір көріп кетесіздер. Таңертең тұрдым, 2 стакан суымды іштім. Біреуі немен, лимонмен, біреуі коллагенмен. Сол басқа әлі менің доставкам келген жоқ. Көреміз, енді келесі аптаға қалды. Ертең жексенбі, ешкім курьерлер жұмыс жасамайды. Негізінде тағы бір 2 күн қалған сияқты келуіне, көреміз енді. Сол жаттауға әлі жасап жүрген жоқпын, пока болмайды. Оразаны жалғастырған жоқпын, тоже пока болмайды. Белгілі бір себептермен. Сол себепті өзім бұрынғы ПП тамақтарымды жалғастырып жатырмын. Таңертең тұрдым да саңырауақтан, брокколидан жұмыртқа қуырып жедім. Жартысын балам алып кетті, жартысынан емес, кішкентай балам алып жеді. Сосын күндіз шай іштім, андай фитнес батончикпен. Енді кешкі асымды жасап ішейін деп жатырмын қазір. Соның бәрін қазір келесі кадрларда қарап кетіңіздер. Сол, мен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма обязательно комментарий тастаңыздар. Маған тоже бір шортстардың астарында меню бер бізге деген сияқты бірдеңелер жазып жатырдар. Меню ешкімге мен бере алмаймын. Өзімнің жеп жүрген сбалансированный тамағымды жеп, соны көрсетіп жүрмін. Қарағыларыңыз келсе, любой бір видеоны ашып, мен дейтін күнде майдан бері, мамыр айынан бері түсіріп жатырмын ғой. Әрбіреуін бассаңыз, ішіне таңертең кешке не жегенін бәрі көрініп тұр. Сол бойынша өздеріңіз қарастыруларыңызға болады, примерно қалай жеп ақтап жатқан. Я, мен кеш жай ақтап жатырмын, өте жай. Бірақ мен жай басып, жайлап, нақ басып деген сияқты. Мен андай тез результат, тез нәтиже күтіп жатқан жоқпын. Өткендерде бір видеоларда айтып өттім. Менде бір белгілі бір мерзім жоқ, осындай уақытқа дейін артайым деген, жайлап өзімді үйретіп жүрмін дұрыс тамақтануға. Сол себепті оған уже үйрендім дұрыс тамақтануға, андай қатты андай бірдеңелер жеп. Анда-санда болып тұрады, суши жегім келетін, бешбармақ жегім келетін. Бірақ жеп алғаннан кейін тойып отырамын да, мысалға. Содан кейін уже жаным сұрамайды тағы, ол сушиде келесі күні тағы да бір бешбармақ жейтін дегендей жоқ. Мысалға, өзімнің жолдасыма вредный тамақтар пісіремін турецкий, бірақ оны шетінен жемеймін, мысалға жегім келмейді мен. Өзім тамағын жегенде жүре беремін. Сол себепті видеоларымнан көрулеріңізге болады, менюімді, асым әзірлерімді күнде түсіріп жатырмын. Сол қазір менің бүгінгі жеген тамақтарымды қарап кетіңіздер. Қарағандарыңызға рахмет. Жалпы былай ақтаған сияқтымын ба, сіздерге қалай ойлайсыздар? Маған өзіме былай видеоларда қарағанда ақтаған сияқты болдым. Бір жағынан киімдерім бәрі 16 килограммда келген киімдерім бәрі киінмейді. Бәрін киіп бастадым, даже киінмек түгіл уже белімнен түсіп кимей жүрмін кейбірлерін. Сол баяғыда 90 килограммда, 95-96 килограммда келген киімдерімді қайтып бастап киіп бастадым. Сіздерге бір сөз бергенмін, ана до и после рубашкамен шалбар түсіремін деп. Соны әлі түсіремін деп әлі жүрмін, бір күн түсіремін оны тоже. Сол, сондай жаңалық. Қарағандарыңызға рахмет. Асым әзірлерімді қарап өтіңіздер. Пока-пока. Қайырлы таң қыздар, таңғы асым. Омлет, ішінде саңырауқұлақ бар и брокколи бар. Оливковое маслода омлет ретінде бетін жауып, оқтырып пісірдім. Маған нәсіп болсын, күндеріңіз жақсы өтсін. Қайырлы кеш қыздар. Менің кешкі асым тауық сорпасы, брокколи, капуста, морковь, саңырауқұлақ, картошка, тауықтың бұты. Осының бәрін қайнаттым. Тұз, бұрыш, ішінде чеснок. Жуақ болды.
бәрін бір қайнаттым. Сол маған ас болсын, лайк басамыз, каналыма тіркелеміз. Ертеңге дейін көріскенше мен бірге артамыздар.